Ассалаумағалейкум достар, қалдарың қалай? Бүгін осындай логотип жасаймыз. Бұл логотипті жасау үшін біз осылай квадрат қойып аламыз и осылай шетін кішкене қайырамыз. Енді осыны аламыз да, бүйтіп Alt кнопкасы тап тұрып осылай қойып аламыз. Біз белгілеп аламыз да өшіріп бастаймыз осы инструментпен. Осы жерден осы белгіге былай тартамыз. Бұны өшіріп бастаймыз. Тартамыз. Бұл жеріне байынан тастаймыз. Қалыңдығын азайтамыз. Линия қойып жүреміз. Мына жерден байынан қалыңдығын азайтамыз. Ctrl-S, Ctrl-F деймізді бай айналдырып қоямыз. Ctrl-S, Ctrl-F деймізді бұны да айналдырамыз. Мінекей достар, осымен логотипіміз дайын бойында қалды. Мына жерден байынан қойып қоятын боламыз. Мына жерде осыны жасап жіберу керек. Кругты аламыз, осылай қойып аламыз. Байынан өшіріп тастаймыз. Ctrl-G деймізді, Ctrl-S, Ctrl-F деймізді, осылай айналдырып қойып қоямыз. Мінекей достар. Объекті разобрать, окей дейміз. Пипеттен таңдаймыз. Окей деп басамыз. И осылай қойып қоямыз. Бүйтіп размерін үлкейтіп қоямыз. Мінекей достар, осымен біздің логотип жұмысы дайын болды. Сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Егер де логотип дизайн керек болса, маған жазыңыздар, ақылды түрде де жасап береміз. Төменде Instagram, TikTok парақшам бар. Жарайды, жақсы сау болыңыздар.